Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай үй жағдайында киндер жасап үйренетін боламыз. Өте оңай және жылдам, және магазиннің киндерінен ешқандай айырмашылық жоқ. Ең алдымен біз осындай тамаққа арналған пленканы, стрич пакетті осылай 4 бұрышты етіп, 4-еуін кесіп алатын боламыз. Пакеттеріміз кесіп дайындап болғаннан кейін бір жұмыртқадан салып осылай орап алатын боламыз. Қалауларыңызға қалай, балдарыңыздың санына қарай жасап берсеңіздер болады. Менде 2 бала болғандықтан осындай 4 жұмыртқа қолдандым. 4 жұмыртқадан 2 киндер шығатын болады. Осылай жұмыртқамызды мықтап орап, осылай барлығын бір-бірден осылай орап аламыз. Енді бізге ерітілген қара шоколад пен ақ шоколад қажет болады. Екеуін алдын ала осылай ертіп дайындап алатын боламыз. Бірінші бір жұмыртқамызды алып, осылай ақ шоколадымызға жартысына дейін батырып аламыз. Батырып алғаннан кейін аралар тимейтіндей етіп, мен осындай жұмыртқаның ыдысын қолдандым. Осылай бетіне қарап төңкеріп қоямыз. Егер де сіздерде кішкентай стакан болатын болса, стакан бетіне төңкеріп қойсаңыздар, сол өте жақсы болады. Менде кішкентай стаканым бар, но бірақ жұмыртқам кішкене оған үлкен, яғни симай қалды. Менде осындай торттардың бетіне арналған ақ шоколад болғандықтан өзі тез құрғап қалды. Егер де сізде кәдімгідей ақ шоколад, магазиннің шоколады болатын болса, осылай жартысына дейін батырып алғаннан кейін 15 минут мұздатқышқа салып қатырып аласыз. Қатып болғаннан кейін қара шоколадымызға ақ шоколадтың үстінен осылай батырып алып, оны да морозильникке салып 20 минутқа қатырып алатын боламыз. 4 жұмыртқамызды да осылай жасап шығып, бір-біріне тимейтіндей етіп, мұздатқышқа салып қатырып қоямыз. Оған дейін осындай мен алдынан қалған киндерлердің ішінен шыққан ойыншықтарды, осындай жұмыртқаны сақтап қойғанмын. Мұздатқыштан шыққан, қатып шыққан жұмыртқаларымызды алып, енді пакетінен босататын боламыз. Оңай әрі жылдам босатылады пакетінен. Бұлай теріс қаратып алып, бірінші жұмыртқаны, сосын пакетін алатын боламыз. 4-еуінде осындай пакетінен босатып алып, тағы да 10 минутқа мұздатқышқа салып қоятын боламыз. Дәмі де, өзі де ешқандай магазиндікінен ешқандай айырмашылық жоқ. Өте қолжетімді. Бір қорап жаңағы шоколадтан сіздер бірнеше киндер шығара аласыздар. Осылай болып шықты. Енді тағыдан мұздатқышқа 10 минутқа салып қоятын боламыз. Оған дейін ойыншықтарын жақсылап салып алатын боламыз. Қазір ішіне ойыншығын салатын боламыз. Енді мұздатқышта қатып жатқан кезде табамызды қатты бір рет қыздырып алып, осы алдымызға дайындап алатын боламыз. Қазір бір-біріне жабыстыру үшін осы бізге ыстық табақ қажет болатын болады. Мұздатқыштан жұмыртқаларды алдық, осылай бір бетін алып, жан-жағындағы тегіс емес жерлерін тегістеп, және де бұл бізге ыстық шоколадымыз бір-біріне жабысу үшін қажет болады. Енді бір жанына жұмыртқамыздың сарысын салып, бір-бірімен байланыстыратын боламыз.
Жұмыртқамызды бір-бірінен жабыстырып алғаннан кейін осылай жан-жағы шеті кішкене бүдір-бүдір немесе онша жабыспай тұрған болса, еш нәрсе етпейді, немесе қатты еріп кеткен жағдайда жаңағы алдын ала ерітіп алған шоколадымызды алып, қолымызбен осылай шет-шетін жағып шықсақ болады. Жұмыртқаларымызды бір-біріне жабыстырып болғаннан кейін тағы да мұздатқышқа 5 минутқа салып қоямыз. Сол кезде қатып шығады. Одан кейін холодильниктің үстінде кәдімгі мұздатқышқа сақтай берсеңіздер болады. Ешқандай да ерімейді. Мінекей осылай болып шықты. Магазиндікінен ешқандай да айырмашылығы жоқ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Комментарийға өздеріңіз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздерге өте қызықты, пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Нұргүл. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін сіздерге рахмет.